Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыңдар? Бүгін әдебиеттік оқу 3 сынып 97 сабақ. Сабақтың тақырыбы аналар мерекесі. Бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар балалар. Бізде берілген тапсырмамыз сурет салып және әдемі сөздер жазып құттықтау хат әзірлейсің. Сөзжұмбақты шеш. Әке бәйтерек, ана бұлақ, бала жағасындағы құрақ. Балалар, сөзжұмбақтың шешімі әке, ана, бала. Екінші, осы нақыл сөзді қалай түсінесің? Ойыңды суреттерінде ұсын. Қызылмен белгіленген жолақтағы ұғымға қатысты 5 сөз ойластыр делінген. Ана жайлы айта берсек таусылмайды ғой шіркін. Түн ұйқысын бесігімізді тербеткенде ана бір қолмен бесік, бір қолмен әлем тербеткен деп халқымыз бекер айтпаған ғой. Ананың нәзік үні, жұмсақ аялы алақаны, жан жылуымен бізді әлдилеп жұбатады. Ана махаббат, мейірімді, адал, қамқор, жанашыр. Үшінші, өлеңді тыңда. Ардақты ана, аяулы ана, қымбаттым. Тәтті ұйқыңды бөліп талай түн қаттың. Өміріме нәрін берді ақ сүтің, кең құшағың аясындай гүл бақтың. Мен өзіңмен қайда болсам біргемін, махаббаттың жүрегімде жүр менің. Күн нұрындай жадырайып бір күлгенің, қандай жақсы ортамызда жүргенің. Ер жеткізіп елге берген баласын, ақылдысын, ардақтысын, данасын. Қарайтыным қас-қабағым бір сенің, қайратыңнан қайта көрме анашым. Әнуарбек Дүйсенбаев. Бесінші тапсырма түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Әнуарбек Дүйсенбаев ақын. Әнуарбек Дүйсенбаев 1931-1970 жылдары Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарақыстық ауылында туған. Балаларға арналған қайырлы таң балалар, кім ерте тұрады атты ертегілер мен өлең жинақтары бар. 5. Өлеңге сүйеніп жаз және дауыстап оқы. Ана қандай? Аяулы, қадірлі, қымбатты, аялы. Балалар, сабақты қарай отыра менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Ендеше келесі тапсырманы қарайық. 6. тапсырма түсініп оқы. Қуаныш. Роза биыл ғана мектеп табалдырығын аттады. Бір күні сабақтан келсе, үстел үстінде күнтізбенің жыртылған беті жатыр. Есіне түсе кетті. Бұл күн анасының туған күні. Сондықтан анасы жұмыстан келгенше сыйлық әзірлеуді ойлады. Не сыйлауға болады екен деген ой мазалай берді. Әр ойланып, бер ойлап, кітап пен айна алуға тоқтағанда ақшасы жоқ екені есіне түсті. Енді не істеу керек? Ол соны ойлай жүріп үй ішін жинады. Заттарды айнада етіп, ысқылап сүртті. Шаршаған Роза диванға жатып еді, лезде ұйықтап кетті. Ұйықтап жатып түс көрді. Түсінде ол анасына бар сырын ақтарды. Өзінің ақша таба алмай, қынжылғанын, үйдің ішін ретке келтіргенін айтты. Ойына келгенді бүккен жоқ. Күлімдеген анасы, бүгін сабақтан қандай баға алдың? Деп сұрады. 2 ана. Міне тамаша сыйлық. Менің туған күніме 1000-нан артық сыйлық бола ма екен қарағым-ау? Анасы бетінен сүйді. Роза қуанып кетті. Ана, ренжімейсіз ғой, Онда туған күніңізбен құттықтаймын, ана. Осылай дей бергенде Роза оянып кетті. Қарасы, анасы бас жағында отыр. Түс көргенін айта бастап еді, бәрін сезген анасы жымайды да, қызым-ау, үй ішіне қолғабысыңды тигізіп, әрі сабақты жақсы оқығаныңнан асқан қандай сыйлық бар ма ана үшін? Деп оның басынан сипады. Роза түсінің шындыққа айналғанына қуанды. Әбді шын батырыптың әңгімесі екен балалар. 7. тапсырма Розаның анасына деген сыйлығы туралы пікіріңді білдір. Өзің анаңа, жақындарыңа не сыйлар едің? 7. тапсырманың жауабы: Розаның анасына деген жасаған сыйлығы маған өте ұнады. Себебі басқа сыйлық сатып алуға Розаның ақшасы болмады. Аналарымызға біздің сабақты жақсы оқып, үй шаруасына тигізер көмегімізден артық сыйлық жоқ деп ойлаймын.
8-ші тапсырманың жауабы: анамызға мол бақыт, қажымайтын қажырлы күш-қуат, сонымен қатар әрине бірінші байлық, денсаулық тілейміз. Жанары қуаныштан бал-бұл жанып, жанына жамандықтан келмей, айналасындағыларға пана болып, аман-есен жүре беріңіз. Аяулы ана, жасыңыз 100-ге келіп, ортамызда қызығымызға тоймай жүре беріңіз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнаған болса, лайк баса кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.